қилы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы ед тәуекелге. Шахзаман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексін өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Өмір ағашын табу үшін тәуекелге бел байлап, Тоқта! шынылы қалашыққа кірдік. Алайда Юнан сұлтан өте секемшіл екен. Ол алтын қалашықтың заңды мұрагерін анықтау үшін Кәрім мен Шахзаманды сот алдына тартты. Дүниезада зұлымдық жасап, Кәрімді шарасыз жағдайға қалдырды. Алайда көп замай шындықтың беті ашылды. Соңғы патшалық сарайы. О, Харун Халидтің атымен ант етіп. Мен бұған сенбеймін. Осман сатқын емес. Бұл жалған сабас. Ал егер шын боп шықса, сарайға күзет жасағынан жаңа басшы қажет болады. Мен Османның сатқын екенін баяғыдан білгем. Қайырлы таң, жігіттер. Ал, қайырлы таң, саған не керек? Мен ұрлардың басшысымын. Дүниезаданың ұрланған алтын кілтін қолыма түсірдім. Сонда біз не істейміз? Сендер бар болғаны, мені тұтқындап, жауапқа тарту үшін сарайға барасыңдар. Аладдин, шабуыл жасаған адамның түр-түсі есіңде болар? Бір нәрсе есімде. Оның аузынан шыққан жағымсыз иіс мұрнымнан әлі кетер емес. Мынандай ма? Жоқ, қажет емес. Рахмет. Сіздің алдыңызға қайта келгеніме қуаныштымын, Дүниезада ханым. Егер алтын кілт сенде болса, онда қолыма сал. Сонда сені тұтқындамай жайыңа жібереміз. Неткен жомарт ұсыныс десеңізші. Алайда мен мұнымен келіспеймін. Ақша төлеуге тиіссіз, бірақ ол жайлы тіпті ишарада білдірген жоқсыз. Неткен арсыздар. Үстін түгелтіп, кілтті алып шығыңдар. Енді бұл шаруаны шешетін шығармыз. Өзі еңгезердей немекен, сүйегімді сындыра жаздады. Және ол негізінде... Ол жирен сақалды болатын. Алайда оған алтын кілт не үшін керек болды екен? Сенің шаруаң болмасын, кілтімді қайтсем де алам. Ой, қымбаттым, байқап сөйлесеңші. Сен ана дәудің ашуына тиіп жатырсың. Бұл жай ғана кілт емес. Біреу үшін бұл тұзақ емес пе? Көк құбыжық пен оның қасындағы кішкентай бикешін айтам. Жалғастыр. Мұна таңбаға қарағанда, оның басыр екені анық. Оған күмәнім жоқ. Ендеше, оны іздеп тауып, кілтті қайтарып алуымыз керек. Мен де солай ойлаймын. Олай болса, бірден оның үңгіріне барайық. Көне ұрылардың айласы. Біреуді тұзаққа түсіргін келсе, ол өзін сенен де ақылдымын деп ойлайтындай әрекет ет. Қане тағды айтып берші. Әкемнің қол астында әскер бар. Егер сұрасаң, саған көмекке жасақ жібереді. Ықыласыңа рахмет, Жинан. Бірақ бізде күтетін уақыт жоқ. Осман, сен шынылы қалашықта достарымыздың қасында бол. Мен алтын қалашыққа оралуға міндеттімін деп ойлаймын, мәртебелім. Алайда олар саған іздеу жариялап қойды ғой. Ал егер ұсталып қалсаң ше? Осман, бұл сенің ержүректігің бе, әлде бір беткейлігің бе білмеймін, бірақ мен сені мақтан тұтам.
Олар менің үңгірімді білет. Қазір сонда жол тартып бара жатқан болар. Өй, оңбаған, халуамды түгел тауыстың ғой. Өзіңе не керек екенін ашық айтпадың ғой. Мә, қиын түгі де жоқ. Маған және менің 40 қарақшыма кешірім керек. Өмірден өз орнымды тапқым келеді. Алысқа бармай-ақ қояйын. Бір жерге бастық етіп сайлап қойсаңдар жетеді. Ендеше сен шынылы қалашықты ал. Жаман емес. Алайда, шынылы қалашықты мен алмақшы едім ғой. Ендеше келістік. Солай ма? Кім келісті? Анау ма? Ендеше кеттік. Қонақтарымнан бұрын жетуіміз керек. Кілем? Мен осында қалайын. Саған бәрібір емес пе? Қарауал, көбірек халуа кел. Қарауал, қайдасыңдар? Тым-тырыс қой. Тыныштықтан жүрегім қобалжып кетті. Не күзет жоқ, не дабыл жоқ. Жамал, сен осында бол, жарай ма? Мұның тұзақ екені айдан анық. Мүмкін. Халил, дәл қазір сенің батыл болғаның керек. Мақұл, тырысам. Батыл боламын. Бірақ артыңнан тығылып жүрейінші. Олай емес. Алдымен сен ішіне ұшып кіріп бір тексеріп шығасың. Алдымен бе? Мен бе? Жоспар солай. Мұның қай жері жоспар? Мені құрбан етпексіңдер. Өтінем, Халил, сенің қолыңнан келеді. Иә, сенің ғана қолыңнан келеді. Мақұл, жақсы. Мен істей аламын. Мен дұрыс. Сим, ашыл. Тездет, Халил. Егер мен қайтып келмесем, естеріңде болсын. Сендер кінәлі боласыңдар. Ешкім жоқ қой. Бір өзіммін. Менен басқа ешкім жоқ. Олай емес сияқты. Берген уәдеңде тұратын шығарсың. Егер айнып қалсаң, мен ұра өтірікші алаяқ болсам да, берген уәдемді ешқашан бұзбаймын. Қане, тезірек кілтті тауып алып шығайық. Иә, ішінде қалайын деп жатқан мен жоқпын. Сим, жабыл. Сим, ашыл. Бәлі, сенің мұндай қитұрқы жоспарыңның барын білмеппін. Жасырадау деген жерлердің бәрін қалдырмай қарап шықтық. Бәлкім оны әкеңнің сиқырлы сандығының ішіне салған шығар. Иә, бірақ ұрылар сиқырдан қорққандықтан оған жолай алмайды. Демек ол мұнда емес. Ұрылардың басшысы қайда жүрсе, кілт сонда болуы керек. Әне ол. Жақсы. Енді кетейік бұл жерден. Әй, мені күте тұрыңдар. Сим, ашал. Бұл жақсы емес. Халил, бағана сен не демедің? Тұзақ демексің бе? Иә. Немене? Мүмкін емес. Қане, ашыл, Сим. Қане. Кешіріңіздер. Иә, тұзақ екен. Бәсе, біліп едім. Жеткен жеріміз осы. Осыдан әлгі Осман енді осында аяқ басып көрсін. Оған не істейтінімді көрсетемін.
Ey, anau dәл соның өзі емес пе? Енді қалай әрекет етсек екен? Осман, өз еркіңнен берілгенің жөн. Біз сені тұтқындауымыз керек пе? Егер алаяқ жалған сұлтан Шахзаманға әлі де қызмет еткілерің келсе, қане, тұтқындаңдар мені. Ей, олай дегенің сатқындық қой. Сен енді күзет жасағының басшысы емессің. Сатқынды ұстаған адамға сыйақы беріледі. Сені тұтқындауға мәжбүрміз. Байқауымша бұларды көндіруім керек сияқты. Халил, бұл жерден шығудың басқа жолы жоқ па? Қараңдар, мына көрінбейтін бас киіместерінде ме? Өткенде көмегі тиіп еді ғой. Бәріміздің басымыз бір қалпаққа қайдан сыйсын? Бәлкім басымызға киіп көрерміз. Бұдан басқа да жолдары табылып қалар. Іздестіре берейік. Олар тұзаққа түсті. Қамауда қалды. Дайынсыңдар ма? Ана жексұрын қобышық оңайлықпен беріле қоймайды. Одан да менің айтқанымды істеңдер. Бұл оларды терең ұйқыға батырады. Жақсы түс көріңдер. Кәрім, лаванданың иісін сезесің бе? Лаванда иісі шыға ма? Тоқта. Расында да лаванда сияқты. Иә, лаванда мен түймедақтың иісі. Тұра тұрыңдар. Ұйқы қысып барады. Бәлкім көз шырымын алып алсақ, жақсы болып қаламыз. Жоқ, апырай, деген-ай. Бұл терек ұйқыға батыратын иіс. Ол маған әсер етпейді. Бірақ екеуіңе иіс тисе, сендерді қанша шапалақтасам да ояталар емеспін. Енді не істеуіміз керек? Тыныс алмаңдар. Бұның әсерін қайтаратын сиқырлы кардамон қабығынан басқа ештеңе де жоқ. Сенің бол тез дегеніңді естідім, бірақ менің қалай атағаныңды білмедім. Шамалы күте тұрайық. Андағы семсерлердің де қажеті болмайды. Не себепті саған сенуіміз керек? Менің өтірік айтқан кезім болды ма? Иә, оның рас. Дұрыс айтасың. Нағыз сұлтанымыз Кәрім ханзада тірі жүр. Сендерді мен құсап, оның ағасына қызмет ет. Осман, сені көргеніме сондай қуаныштымын. Кардамон, қазір. Болшы, Халил. Оға, қараңдар, бұл сиқырлы карта. Амансыздар ма, саяхатшылар? Менен бір бағытты сұрасаңдар болады. Жауабымды мұқият тыңдаңдар. Өйткені қайталап атпаймын. Бұл кез келген жерге бағыт көрсете алады. Өмір ағашы. Өтінем, өмір ағашының қайда екендігін айтшы. Қазір өмір ағашының қайда орналасқанын көрсетемін. Кәрім, қараусыз ғибадатхана ғой. Шынында да солай ма? Оның айтып отырғаны рас. Аха, Енді сендерге бағыт көрсетейін. Міне өмір ағашы. оны іздеп жер жаһанды кезіп жүрсек, ол тура көз алдымызда. Алақай, өмір ағашын таптық. Біз жеңдік. Алақай. Деген-ай. Енді кіре беруімізге болады. Семсем ашыл. Бір құбыжық пен бір қыз. Ал кілтше? Міне, ол жағын уайымдама. Жеттім-ау әйтеуір. Сонымен шынылы сарайға қашан көшіп барамыз. Мен ұзақ күткенді ұнатпаймын, біліп қой. Уақыт келгенде жеңіске жақын қалдық.
жарайсыңдар. Мен сені дәрежесі көтерілетіндердің тізіміне қосам. Ал сен келесі соғыста алдыңғы шепте боласың. Алақай! Тоқтаңыз, ол жақсы ма? Ал сыйақы бермейсіз бе? Әрине берем. Шамалы күте тұрыңдар. Шешілмеген бір шаруалар қалды. Сендерге не болған? Бұл енді сатқын. Сендер маған бағынасыңдар. Сатқын өңкей. Менің қадірледім өліп қалды. Мен бүгін Сұлтан Кәріммен сөйлескен. Құбыжыққа айналғаны болмаса қал жағдайы жақсы. Сендер жеңілдіңдер. Біз жеңдік. Кәрім ендіге басырынның тұзағына түскен шығар. Мен сұлтан боп қалам. Мәртебелім, сіз Кәрім дедіңіз бе? Иә, ол Кәрім тұзаққа түсті деді. Жоқ, олай демедім. Мен сендерге солай естілген болар. Мен кәріпі бар. Басқа сөз айтқан болғанмын. Мына сатқанды жасалуға дайындық жасаңдар. Сұлтанның әмірін орындаңдар. Бөлмейм. Мен сұлтанмын. Шығарыңдар мені. Ұянбағандар. Аналарды күзетіңдер. Алайда жеуші болмаңдар. Түсіндіңдер ме? Әрине. Мынау Харун Халидтің белгісі ғой. Мұның ішінде қандай сиқыр жасырулы екен? Жоқ! Не? Андағы сандықты ашушы болма. Оны ақтарып көргің келсе, өзіңмен алып кет. Оны ашсаң да, менен аулақ жерде ашатын бол. Ау! Ендеше табандарыңды жалтыратыңдар. Мұнда тақта не бар екен, Харун Халидтің сиқырлы кардамоны. Керемет, керек болады. 10 минут ақтарып таба алмаған затымды 2 секундта тауып алды. Картаны тауып алмағаны жақсы болды. Сиқырлы карта. Амансың ба, саяхатшы? Бір бағыттың жолын сұрасаң болады. Жауабымды мұқият тыңдап ал. Мен қайталап айтпаймын. Ендеше айт, өмір ағашы қайда? Бұл сұраққа жаңа ғана жауап берген. Енді қайталап айтпаймын. Айт деймін, өмір ағашының қайда екенін көрсет маған, бол! Қайталап айтамын. Мен бір айтқан сөзімді ешқашан қайталап айтпаймын. Шахризада сұрап үлгерген екен ғой. Әй, егер мені түстейтін болсаң, қайтып ұйықтатып тастаймын. Өмір ағашының қайда екенін айт. Әйтпесе қайдан келіп, қайда жүргеніңді білмейтін етіп мұжып тастаймын. Кешіріңіз, сұрағыңызды түсінген жоқпын. Ей, ақымақтар өңкей! Кеуіне күзетіңдер дегенім қайда? Тез! Қыз бен мұжық қайда? Соңдарына түсіңдер! Алайда алтын кілтті не санада ғой? Кілтті қолымызға түсіреміз. Бір жоспар бар. Бұл не тағы? Жарайсың, Жамал! Ей, тоқта! Қайт бері деймін саған мыстан. Келіскен едік қой.
Қаруларыңды тастаңдар. Шахризада алтын кілтті қайтеміз. Меніңше, алтын кілт біздің артымыздан келе жатыр. Түсіндім. Ақмақтар тіпті арттарына мойын бұрмайды ғой. Дайынсың ба, Шахризада? Бұл біздің соңғы мүмкіндігіміз. Мен дайынмын. Сен осы менің дүниеме қол салғаныңды қаша қоясың. Қазір көзіңе көк шыбын үймелетемін. Шахризада! Мен сені шақырмаған сияқты едім. Көмекшілерім! Жоқ, кілтті қайтарып алыңдар. Менен аулақ келдіңдер. Енді жетпегені сені арқалау етті не сада. Жамал, Шахризадаға тарт. Сұлтан Кәрім, мынау сіздікі болар. Рахмет саған, Шахризада. Енді өмір ағашына жол тартайық. Кілтті таптық, табамыз деп уәде бербедің ғой. Ай, тұрыңдар. Олардан адасып қалдық. Оларды ұстай алмадық. Тақта шамаларың келмеді ме? Ой, ақмақтар. Біз олардың соңынан қалмауымыз керек. Қане, олар бізді өмір ағашына алып барады. Ханым, сіз бізбен барасыз ба? Жоқ, алдымен анамның берген бір затына келуім керек. Кішкентай ойыншық, қиратушы алтын семсер деп аталады. Соңына түсіп, қайда бара жатқандарын бақылаңдар. Жеңістің ауылы алыс емес еді, алайда Дүниезаданың қолында жер бетіне зұлымдық тарату күшіне ие құпия қару тұрғанда, оған қарсы шығуға еш қайсымыздың күш қуатымыз жетпейді. Алайда бұл жайлы басқа күні баяндап берем.